Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көпшіліктің сұрауы бойынша үй жағдайында жасалатын картофель фри көрсететін боламын. Бұл фридің жасалу жолы өте оңай әрі тез дайын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен картошкілеріміздің сыртын ашып, жақсылап жуып тазалап аламыз да, және де осындай қалыңдықта кесіп дайындап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей соломка ретінде турап барлығын дайындап алатын боламыз. Бұл фри балалардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Міндетті түрде жасап беріңіздер, және де балаларыңызды, жақындарыңызды қуантып қойды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын турап алдық. Енді біз крахмалы шыққанша картошкілерімізді жақсылап тазалап жуып алатын боламыз. Міндетті түрде 2-3 қайтара жуыңыздар, және де сіздерге түсінікті болу үшін осылай көрсетіп отырмын. Крахмалы шыққанға дейін 2-3 қайтара жуып алыңыздар. Содан соң бөлек, яғни тарелкаге осындай ыдысқа салып алатын боласыздар. Бізге енді осындай мата сүлгі немесе қағаз сүлгіге осылай жайып, яғни картошкілерімізді кептіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, картошкілеріміз кебуі қажет. Және де осы уақыт аралығында табамызға майымызды құйып, жақсылап қатты қыздырып алатын боламыз. Құрметті көрермен, осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Біздің осы уақыт аралығында майымыз қатты қызып дайын болды. Енді қызған майға аз-аздан сала отырып, фрилерімізді пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Ең маңыздысы бұл жерде майымыз қатты қызған болуы керек. Картопты аздан салған дұрыс, өйткені барлығын бірден салып жіберсеңіздер, ол жұмсақ болып кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай біз барлық фрилерімізді осылай пісіріп алдық. Енді үстіне тұзымызды салып, жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Дайын болған фрилерімізді әртүрлі фастфудтармен берсеңіздер де жақсы үлеседі, немесе гарнирлердің қасына қойып ұсынсаңыздар да әдемі үлесетін болады. Міндетті түрде жасап беруге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай фриіміз өте дәмді, әдемі болып пісіп шықты. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.